Қарыз жоқ адам жоқ әлбетте, бірақ қарызың көбейіп ісің жүрмей бара жатса тоқта. Бірінші орында тоқтап өзіңді есептеңіз. Қалай есептейсіз? Сіз ақша жаратуыңыз қалай болып жатыр? Ақшаны қайдан алып келіп жатсын және қайда жұмсап жатсын, соған есеп беріңіз. Бірінші нүкте. Екінші нүкте, финанс туралы біліміңізденіңіз. Кітап оқыңыз, түрлі лекциялар, семинарларға қатысуға әрекет жасаңыз. Ол финанс, қаражат сауаттылығы, қаржы сауаттылығы сізді көп нәрседен құтқарады. Білімсіз адам от жейді деген содан. От баспай жатып, ақыры немесе басып қойып қиналсаңыз, сізге кеңесім, бірінші орында қаржы туралы керемет кітаптар бар. Оны интернеттен де жазсаңыз шығады. PDF бөлімдерінде алып алсаңыз телефоныңыз оны қарай береді. Сізге насихатым, қаржы туралы 10 мықты кітап деп орысша, қазақша жазып шығарып алып, сол кітаптарды оқып бастаңыз. Ол туралы мықты лекциялар ізденіңіз. Бұл сізге ой тастайды, пікір береді, сол кісілердің білімдерінен сізге деген керемет садақаларын қабыл қыласыз. Бір. Және бұның жанында қосымша дүние, осы финанс, қаржы білімінің жанында сіздің керемет үйренетін дүниеңіз дұрыс үнемдеу. Экономика. Дұрыс үнемдеуді үйрену үшін бірінші есеп дұрыс болу керек. Алған есебіңіз, берген есебіңіз. Бәрін қайдан алды, қайда жұмсады, есептемей дұрыс болмайды. Дұрыс үнемдеу дегеніміз әйтеуір үнемдеу емес, өзіңізді қысып тастау емес. Керек менен қажеттілікті, қалау менен нақты керек нәрсені ажыратып алуды үйрену керек. Сол үшін дұрыс үнемдеу туралы кітаптарды насихат беремін. Сонан соң, міне осыдан кейін барып нақты қадам қоясыз. Ең бірінші қадам, әрбір ісіңізді есебін біліңіз. Қарыздарыңызды толық жазып шығыңыз. Барлық қарыздарыңызды жазыңыз. Екінші, сол қарыздардың ең кішкентайынан бастап төлеңіз. Ол сізге жеңілдік қылады. Үшінші, артық жаратуды, ақшаны жаратылатын жерді тоқтатыңыз. Достарыңызбен барып шашликке 10 мың теңгелеп жаратасыз, ал садақаға 200 теңге бересіз деген имамдардың құлағына, сөзіне құлақ салыңыз. Тағы бір дүние айтатын, ақша жарататын кезде, құрметті бауырлар, қалай ақша келіп жатқанын да біліңіз. Арам ақша арам жолмен келсе, дәл солай кетеді. Қалай болса солай ақша тапсам болды деу дұрыс емес. Мен дін маманы ретінде сізге кеңесім, құрметті бауырлар, ақшаны барынша адалдан табыңыз және адалдан жұмсаңыз. Оны жасауға болады және жасаған адамдар бұрын да бар, қазір де бар, бұдан кейін де болады. Бұл ертек әңгіме емес. Сонан соң, осы қарыз мәселесіндегі ең үлкен құнды мәлімет, құнды кеңестердің біріншісі үнемдеуді үйреніңіз. Екіншісі, қарызды қарызбен жаппаңыз. Ол алтын ереже. Қарызды қарызбен жабуға болмайды. Үшінші тағы бір ереже, есеп бәрін шешеді. Есепті жасау керек. Онсыз ешқашан болмайды. Және төртінші нақты ереже, білімсіз еш нәрсе болмайды. Ендеше өзіңіз ізденіңіз және білетін адамнан кеңес іздеңіз. Финансовый группалар бар. Финанстағы үлкен чаттар бар. Сол жерлерге кіріп айтсаңыз, сізбенен барлығы өзінің басынан өткенін бөліседі. Сондықтан, құрметті бауырлар, қарыз алғанда білімсіз қарыз алдыңыз, енді төлегенде сауатты төлеуді үйреніңіз. Және дін туралы айтып кететін бірнеше мысалдар. Біріншіден, қарыз беру шариғатымызда өте құпталған дүние. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның әдемі хадисі бар. Пайғамбарымыз айтады, мен Ми'раж кешінде жәннаттың есігін көрдім. Және сол жәннаттың есігінде кім-де-кім садақа берсе, оның садақасы 10 есе қайтады. Ал кім-де-кім қарыз берсе, оның қарызы 18 есе өзіне қайтады сауабы деп айтқан екен. Соны мен Жибрилден сұрадым дейді. Уа Жибрил, жәннаттың есігінде қарыз берген адам 18 есе, садақа берген 10 есе деген. Сонда қарыз берген пайдалы ма дегенде Жибрил иә деді. Өзің көрмейсің бе, ей Мұхаммед алейхиссалам? Қарыз берген адам мен садақаның айырмасы бар ғой. Садақаны сізден біреу сұрап келмейді, сен өзің қалаған нәрсені бересің, шамаңа қарай бересің. Ал қарызды нағыз мұқтаж адам келеді. Ал пайғамбарымыздың сөзі бар емес пе, сол кезде мұқтаж адамға бердің деді.
пайғамбарымыздың әсем сөзі тағы бір еске келеді. Кім екінші мұсылманның қиыншылығын, ауыртпашылығын, проблемасын шешуге жәрдем берсе, жүгірсе, тіпті оны шешіп бере алмаса да соған жүгіріп пейнет қылса, Алла тағала қиямет күні сіздің шеше алмай жатқан, бүкіл адамзаттың шеше алмай жатқан проблемасын өзінің мойнына алады дейді. Сондықтан біреудің қажетін шығарып беру, біреудің қызметінде болу, бұл үлкен дүние. Оны ұмытпаңыздар. Бұл біздің адамдығымыз, бұл біздің ұлтымыздың әуелден келе жатқан дәстүрі. Сол құндылықтан айырылып қалмайық. Екінші бір нәрсе, қарызды алу кезінде міндетті түрде сізге кеңесім, 2 ракағат арнайы намаз оқыңыз. Және сол 2 ракағат намаздан кейін барып, шындап ниет қылыңыз: Аллахым, мен қарыз алмақшымын, қарызымды төлеуге өзің жәрдем бер деп сосын қадам басыңыз. Пайғамбарымызда әдемі сөз бар: кім қарызды алды және сол қарызын бергісі келуден бұрын Алладан жәрдем сұраса, Алла тағала ол кісінің қарызын төлеуге өзі жәрдем береді деген. Соны ұмытпаңыздар. Әлбетте біреуге қол жайып отырған қиын нәрсе. Қарыз үйреніп қалу да бұл жақсы нәрсе емес. Беруші қол алушы қолдан гөрі абзал деген. Құдайдан көп сұрайтыныңыз: Аллахым, мені беруші қолдан ет, Аллахым, мені зекет беретіндерден ет деп көп сұраңыз. Сондықтан айтатыным, қарыз мәселесін өте қатты қадағалаңыз. Біліп алыңыз, жанын дін үшін, пайғамбар үшін деп өліп кеткен адамның да қарызы, адамның қарызы, берешегі мойнында қалады. Бір ине алсаңыз, соны бермей өліп кетсеңіз, сол иненің жауабын қияметке шейін бересіз. Жәннатқа кіргізбей тұрып соның сұрап алады. Сондықтан иненің өзін қарызға алу ауыр болады. Ол жауапкершілік қиын нәрсе, оңай деп ойламаңыз. Оның ауыртпашылығы өте ауыр.